Ояу күйде иыққа жасалатын операцияны кімдер жасата алады? Бұл біз сынықтардан бастап жасай аламыз. Біз иық сынықтарын, қол сынықтарын емдей аламыз, және біз шынтақ сынықтарын емдей аламыз. Және содан кейін ояу күйде жасалатын операцияда жоғарыдағы сынықтарды жасай аламыз. Және біз иық артроскопиясын ояу күйде жасай аламыз. Мысалы, манжет жыртылуы, слаб жыртылуы және бицепс тенодезі сияқты. Біз бұл процедураларды пациент ояу болғанда қолды үйтіп, блок қою арқылы жасай аламыз. Және біз басқа процедураларды да жасай аламыз. Мысалы, иықты ауыстыру, қысқа сабақты ауыстырулар. Озық иық операцияларының барлығын ояу күйде. Иық операциясында блокқа қосу арқылы жасай аламыз. Ояу күйде иық операциясының қандай артықшылықтары бар? Бұл жалпы анестезиядан туындауы мүмкін асқынуларға байланысты пациенттер үшін жасалуы мүмкін. Сондықтан біз жалпы анестезиядан туындауы мүмкін асқынулардың алдын ала аламыз. Пациенттер таңертең келіп кешке үйлеріне қайталады. Бұл ояу күйде иық операциясын күндізгі процедура ретінде жасай аламыз. Және бұл үшін кімдер жарамды? Бұл, яғни пациенттің ынтымақтастықта болуы қажет. Олар ешқандай кернеу немесе басқа нәрсе сезбейді. Біз оларға процедураны түсіндіреміз. Олар ояу болғанға дейін, бірақ егер олар седатив алғысы келсе, біз оны бере аламыз. Бірақ көбінесе пациенттер операция кезінде өте жақсы сезінеді. Олар ешқандай ауырсыну сезбейді. Олар өте жайлы. Біз мұнда көптеген пациенттерге жасадық. Пациенттерден кері байланыс өте жақсы. Олар операциядан кейін 1-2 сағат ішінде тамақтарын және бәрін қабылдай алады. Олар операциядан кейін әлдеқайда жайлы сезінеді.